Гүлжан апай бар ма? Жоқ, сыныпта ешкім жоқ. Рахмет. Кеттік досым. Кеттік. Так, жігіттер, қыздар, директордың алдына кіріп келе жатырмын. Біздің бейджикті жинап алған себебін білдім. Біздің бейджикті жаңартпақшы екен, яғни жаңа стиль жасатпақшы екен. Бәсі дұрыс болды ғой. Әйтпесе біз кіріп кетіп еді. Айс, что-то мазаң жоқ қой? Бәрі дұрыс па? Бір нәрсе мазалап жүрген сияқты ғой, а? Жоқ, барлығы дұрыс. Айс, менен жасыра алмайсың ғой еш нәрсе. Мен бәрін білем ғой. Айым ештеңе болған жоқ, барлығы жақсы. Серьезно? Серьезно. Жарайды, көмек керек болса айтасың ғой. Досымсың ғой енді. Аха, жарайды. Рахмет саған. Баха, не болып жатырыз? Маған еш нәрсе айтқың келмей ма? Бірдеңе айтуым керек пе? Түсінбедім. Айс екеулеріңе не болып жатыр? Бұрын екеулерің ажырамас дос едіңдер. Қазір де доспыз. Ачо сән менен бар ма? Жоға, жай сұрап жатқаным ғой. Айтпақшы Айым, осы қыздарға не берген дұрыс, не берген ұнайды? Енді не берсен де шын көңілмен берсен дұрыс қой. Хоть сағыз берсен де жүрегімен берсен, сол да болады. Жақсы, рахмет саған. Айтасың ғой, любой кипиш болса алып шығам ғой. Дұрыс ғой. Білмеймін, осы еғаның қай жеріне қысқан? Қой, бір тең-теңмен ғой. Еще бар ғой, кешегісін жымын ұстады ғой. Қыздар, мына әңгімелерің маған мүлден алып отқан жоқ. Доғарындаршы болды. Ойпырмай, Айлым, не болды? Бізбен бірге қосылып жамандаушы едің ғой. Адам болып қапсың ғой. Адам бол, енді жамандамайым. Ғайбаттың жаман нәрсе екенін біліп тұрып істемеңдер солай. Сен не өзінше болып отырсың? Түсінбедім, сен ұрысқың келіп жатыр ма? Жоқ жерден бәле шығар. Жүрші сөйлесіп кетші. Басқаша әңгіме айтамыз ба жоқ? Қателігіңді түсініп, кешірім сұрайсың ба? Ару, мен сенімен ұрысқым келіп тұрған жоқ. Кімнің қателік жасаған, сен де мен де білеміз ғой. Екеуміз подружкамыз, қазір ұрысып қалсақ, ертең бірге жүреміз. Так что сен жас қыз емессің ғой, өзің білесің. Ладно. Кешір әрине. Бірақ мен сендердің әңгімелерін естіп қойдым. И чё? Мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Бірақ Айлын өзін шли высокомерный санайды. Жаман айтты ғой саған. Не айттың кеп тұр сенің? Жоқ, вроде сен нормально қызсың. Бірақ мен сенің орнында болған кезде басымнан сөз асырмайтын едім. Енді өзің білесің ғой, мен просто жалпылама айтып жатқаным. Жарайды, мен асығыспын. Маған кету керек. Ольга, представляешь, мен не көрдім? Не көрдің? Оның әсілімдағы қыздардың арасындағы вайнаны көрдім ғой. Қош, прям қырылысып жатпаған шығар? Прям қырылысып жатыр. Мен бармасам бірінің етін бірі жейін деп тұр ғой. Қош, онда көрейікші. Ой, қойшы. Не құдайдың азабы біреудің бәлесіне қалып. Жарайды. Сая, не болды соған? Бір түр болып тұрсың ғой. Жо, бәрі дұрыс. Бүгін не болып жатыр өзі? Сәлеметсіз ғой. Біреуін тоқтымыз алсам бол ма? Сәлем. Апай демесең де болады. Аха, жақсы. Есің кім болады? Инвера. Инвера. Өте керемет есім. Ал сен есімің кім? Адик. Ой, Әділет. Осы Инвера, сені бірге сұрасам бол ма? Тыңдап тұрмай айта бер. Сен сыныпқа кіргеннен бастап сұлулығына тамсанып отырмын ғой? Байқадым. Бірақ менің сұлулығыма көп қарай берме. Ол сенің көзіңнің көру қабілетін нашарлатады. Ал өзіңе зиян болады. Адик? Сен не істеп жүрсің? Мен жай өтіп бара жатқаным, сосын қасындағы қызды көріп қызық болып кетті. Мен так интересно.
сен интерес қолап миыңды қатырмақ қойса, кейін саған өзім түсіндіріп беремін ғой. Адик, қазір түсіндіріп берші маған. Қазір білгім келіп жатыр. Сен алдына маған түсіндірмедің ғой, бача? Бүйтіп не қылмасай? Айс, а что без настроения? Жо, нормально. Ой, Айс, қойшы. Сен мен артық ешкім білмейді ғой. Сен қай кезде, қандай настроениеде жүресің, бәрін мен білем ғой. Как будто мен ішіме кіріп шыққан әңгіме айтпашы бақа. Не дейсің? Ештеңе. Айс, айт деймін. Айтпайым. Сен сонда мына жерде мен ерексің кеп тұрма, или қырсығып тұрсың ба? Мен сенмен ерекскім де кеп тұрған жоқ, қырсықта тұрған жоқпын. Просто өз проблемамды өзім шеше алатын жарым бақа. Айс, сонда сен менімен сыр бөліспейтін болғансың ба? Айтшы сен не, сырны бөлісетін бе не? Қашан бөліспедің сен мен? Қашан? Жарайды, брат. Көресің өзің. Айс, неге қырсық тұр мынау, Или Айлоның проблемасы ма? Соны бір жақты қылу керекті. Қыздар жігіттер, физика дәптерін беріп тұратын адам бар ма екен? Көшіріп алсам жақсы болар еді, деймін да. Тесте жазған. Рахмет. Не ғой Айлон, қайыр қылсаң бүтін қыл дейді ғой. Ручкаңды да беріп тұра аласың ба? Жарайды, на. Айлон, бірдеңе айтайын ба? Айта бер. Артық дәптерім бар ма? Менде тіпті дәптер де жоқ екен ғой. Сен осы дәптерді ала берші, мен өзіме жаңа дәптер арнай салайын. Сен шын айтып тұрсың ба? Негізінде қазіргі заманда мейірімді, ақ көңіл қыздар да бар екен ғой, Мен қамаған шығар деп ойласам, риза болдым саған, Айлон. Айлон негізі ақылды көрксайыз ғой. Осындай подругам барына мақтанамын ғой мен. Тоғы бәрін қойыңдар, мен сабақ оқып жатырмын ғой. Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақ елінде Қоңырат деген жерде дүниеге келген. 1959 жылы Ташкенттегі Низами атындағы мемлекеттік университетті бітіріп, қазақ тілі және қазақ әдебиеті мамандығы бойынша өз туған еліне келіп, сабақ бере бастайды. Бағдәулет, не істеп отырсың? Дәптеріңді ашып жазсай, қазір тексеремін. Жаз отырып қапай. Жаз, қазір тексеремін. Төлеген Айбергенов 1937 жылы 8 наурызда Қарақалпақ елінде Қоңырат деген жерде дүниеге келген. Табын руынан шыққан. 1959 жылы Ташкенттегі Низами Ана ер ана қарашы, бүкіл сабақ тыңдап шықты ғой. Мен бірінші рет көріп тұрмын сабақ тыңдап отқанын. Точно біздің ер ана. Тынышталсаңдаршы. Мен мына ақпараттың бәрін кімге айтып отырмын, Ертең универге барғанда ешкім сендерге бұлай баға қойып бермейді. Ешкім сендердің түрлеріңе қарап отырмайды. Бағанау бері қарап отыр, тек Ера ғана сабақ тыңдап отыр. Сабақ соған ғана керек па? Ера Тұрқани, айтшы, менің жаңа қайталағандарымды. Бәсі, осылай болу керек еді ғой. Неужели Ера сабақ тыңдап қалыпты мен? Инвит. Барын сөйлесем ағылды ғой. Бізде сөйлесетін ештеңе жоқ қой. Тыңдайтын болсаң, әңгіме мынадан ғой. Вот именно, тыңдауға желание жоқ. Вот именно тыңдауға дейтін желание ашу керек қой. Может, бірге барып қайтамыз? Сонда сен мені свиданияға шақырып жатырсың ба? Жоқ, свидание дегенде жай әңгімелесіп қайтайық деген ма? Қайырып қойшы. Түсінбедім. Жағаңды дұрыстап, реттеліп, әдем болып жүрші деймін. Адик, жүрш кеттік әңгіме бар. Қазір, one момент, күте тұра, проблема шешемде келем. Тұрайын сол, сені күтіп.
Сендер нормально пацан ба деп жүрсің, немене шақырып деп жүрсің? Қашан шақырып еді бізде? Алдым BKQ. Ера брат, жай сөзбен түсіндіре салайық та. Жай сөзбен түсінбейді бұлар. Біз қашан жабылдық? Болды ғой родной. Үстіп күліп жүрсеңдерші. Сен әлі от сияқты тұрсың ба? Мен саған айттым жоқ болып кет деп. Сен қолын ұшта деген жоқ қой, білесің ба? Жай сөйле. Қайнана бек алады. Қайсы? Негізі сен айтқаның бәрі дұрыс. Айып етпен мені. Жоқ, нормально. Обида жоқ па? Қумаш, брат, саған қалай обида ұстаймын? Жоқ, конкретно обидаң болса оны айт. Нормально дедім ғой, родной. Нормально болса болды. Айтпақшы, не ма? Не ол? Осы саған Айлон... Кім ол? Бека ғой. Бір проблема шығып қалған сияқты. Тыныштық па, не проблема? Білмеймін, жүр барған екім бармыз. Отыр! Сен аш шакалдар мен балдам сындырып кеткен. Иран, попроще сөйлеші, кім сындырған? Мынау BKQ Искон сындырып кеткен. Мен іздеп осында ма жігіттер? Жүпеле! Искон, мына екеуін ба сен сындырған? Айт деймін! Бақа, как әнес? Біз бұны сындырмадық. Bu жақта BKQның дым басы жоқ. Искон, неменеге өтірік айтты? Жай сөйлесін, не? Ерек салсыңдар ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Шығыңдар да. Мен сендерді вообще түсінбедім мен. Дұрысталма десе керісінше кетіп барасыңдар ғой. Баяғыда мектептің сыртында төбеленсетін еді, қазір немене? Туалеттің ішіне кіріп кеттіңдер. Мүмкін ертең менің кабинетімнен шығатын шығарсыңдар. Жоқ ағай, әлі актив зал мен асхана бар ғой төбелеспеген. Жақсы аузың де, болмайтын қыстыра бермей әзілдер. Болды ғой. Тыңдаңдар мен. Ертең тест болады. Тесттен жоғары балл жинаған балалар арнайы подкурсқа жібереді. Ал сол подкурстан өткен балаларды біз алтын белгіге ұсынамыз. Ал орташа балл жинаған балалар осы мектепте қалады. Егер орташа балға жетпей қалып жатсаңдар, онда реніш болмасын. Мектептен шығасыңдар. Ертең ұят болып қалып жүрмесін. Мектеп бітіретін жылы мектептен шығып кетті деп. Бар дайындалыңдар. Envi, bana күтпей кетіп қапсың ғой? Ачо, сен күтуің керек пе еді? Қайдан білейін? Күтем адам ойлады ғой. Жалпы Айдик қоятын? Иә. Не істеп жүрсің мен жанында? Түсінбедім дегенде мынандай ғой. Сен біздің классқа кірдің дегенде... Айдик, четкий айтшы. Четкий дегенде қалай болады деген ол? Сен маған... Күйеу бала. Құм, Мазасын қашыр жібердің ғой. Қалайсыз брат? Жақсы. Өзің? Пойдет. Адасып кеткен жоқсың ба? Сол адасып кеттім ау деп жатырмын. Сенен де бірдеңе бар ғой негізі ше. Обидан жұп шаясың ба? Шайып берейін братан. Неғып тұрсың онда? Неғып тұрсың онда дейін? Болды, қазір келем ау. Мен? Не істеп жүрсің? Кішкентай балаң басын айланды. Оля, өзі ғой енді. Өмір мойындамайсыңдар ғой істеп ше. Өзі. Көреміз ертең түбі не болады. Анашым көрсе бір қуанып қалатын болды. Туған күнде мені бұндай сыйлық күтпейтін жәрі. Үйге тез қайту керек. Envi,
бағана айтатын мүмкіндік болған жоқ. Енді тыңдашы мені сөзімді бөлмей. Ештеңе айтпашы, тыңдағым келіп тұрған жоқ. Жоқ, Инвира, түсінесің ба? Махаббаттың оты Айтик. Жоқ, қазір мен бұны айтпасам өртеніп өлемін мен. Айтик, тыңдашы мені. Иә? Мен саған бірдеңе айтуым керек. Айтса енді. Эльви, не болып жатыр мұнда? Міне, осы жайлы. Кім мынау? Эльви бара жүрсін. Кешір, мен. Жүрсін. Сүмбедім, братишка, не болып жатыр мұнда? Бірақ пайда менің дәм кінәм жоқ. Өзі ғой, апайымыз ғой. Қандай апай? Кәдімгі? Данчо, ассалаумағалейкум. Жастың кеп қалғасың ба не? Мынау не жүрсің? Балдар өсіп қапты ғой. Балдар өсіп қалғанда бәңде ол мен де байқағам. Ничего, бірақ обидасын жұп шайды ғой. Кешім сөзсей. Кешір ғой. Нормально. Қалай жүрсің? Чо там, нешінші орын болып жатыр? Өйткені махаббатым шеңбеттен қыздар. Айлон, өзім де саған бара жатырмын. Не үшін? Қазір тоқташы, бірден айтамын. Бұйыр. Қазір кішігірім сыйлығым бар еді. Рахмет. Қазір. Тағы. Рахмет. Қазір. Тағы. Қай жерде? Оғашы.